Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 29-шы сабағымызды бастаймыз. Логикалық есептер шығару. Саяхат кезіндегі бас қатырғылар. Мен санды бас қатырғыларды шешуді үйренемін. Бірінші есеп нұсқасы. Сиқырлы шаршылар. Сандарды көлденеңінен қос. Мысалы, 5 қосылған 1 6-ға тең болады, 3 қосылған 4 7-ге тең болады. Келесі, сандарды тігінен қос. 5 қосылған 3 8 болады, 1 қосылған 4 5-ке тең болады, 6 қосылған 7 13-ке тең болады. Енді біздер көлденең қосып көрейік. Бізде 8 және 5 сандар шықты. 8-ге 5 қосқанда 13-ке тең болады. Нұсқасы. 0-ден 8-ге дейінгі сандардан сиқырлы шаршылар құрастыр. Сандарды көлденеңінен қос. 7 қосылған 0 7-ге тең болады. 7-ті жазып қоямыз. 2 қосылған 4 6-ға тең болады. Одан кейін тігінен қосамыз. 7 қосылған 2 9 болады. 0 қосылған 4 4 болады. 7 қосу 6 13 болады. Одан кейін біздер көлденең қосып көрейік. Бізде мына жерде 9 және 4 сандары бар. 9-ға 4 қосқанда 13 шығып тұр. Дұрыс екен. Екінші есеп. Бос орындарға сан қой. 9 қосылған 6 15-ке тең болады. 5 азайтылған 3 2-ге тең болады. 9-дан 5 алғанда 4 болады. 6-ға 3 қосқанда 9 болады. 4 қосылған 9 13-ке тең болады. Одан кейін 15 азайтылған 2 де 13-ке тең болады. 44 қосылған 24 68 болады. 14 азайтылған 5 9 болады. Одан кейін 44 азайтылған 14 30 болады. 24 қосылған 5 29 болады. 30-ға 29 қосқанда 59 шығады. 50 қосылған 15 65 болады. Одан кейін 22 азайтылған 3 19 болады. 50 азайтылған 22 28 болады. 15 қосылған 3 18 болады. 65 азайтылған 19 46 болады. Үшінші есеп. Әр мәшине белгілі бір санды көрсетеді. Оның қай сан екенін анықта дейді. Мысалы қараңыздар, бізде 3 машина берілген, оның үшеуі де бірдей, барлығын қосқанда 30 дейді. Түйінде құрастырып көрейік. X қосылған X қосылған X ол бізде 30-ға тең болады. X-ді қосқан кезде 3x болады. 3x тең болады 30. X табу үшін 30-ды 3-ке бөлеміз, ол бізде 10-ға тең болады. X орнына 10 қоямыз. 10 қосылған 10 қосылған 10 ол бізде 30-ға тең болады. Келесі, бұл бізде X болса, келесі басқа мәшине ол бізде Y болады. X қосылған Y қосылған Y тең болады 18. X орнына 10 қоямыз, себебі біз оны таптық. Y-ға Y қосқан 2Y болады, тең болады 18. Одан кейін 2Y тең болады 18-ден 10 азайтамыз, ол бізде 8 болады. Y табу үшін 8-ді 2-ге бөлеміз, ол бізде 4-ке тең болады. Y орнына 4 қоямыз, 4 қосылған 4 және 10 қосқан кезде 18-ге тең болады. Одан кейін келесі, бұл бізде Y болады. Келесі мәшине ол Z болады, басқа әріппен белгілейміз. Y азайтылған Z 2-ге тең болады, жазып қоямыз. Одан кейін Y-тің орнына 4 қоямыз, ол 4-ке тең. 4 азайтылған Z тең болады 2. Z-ті табу үшін 4-тен 2 азайтамыз, ол бізде 2-ге тең болады. Z-тің орнына 2 қояйық, 4 азайтылған 2 2-ге тең болады. Енді біздер X, Y, Z барлығын таптық. Енді сұрақ белгісіне орнына санды қоюымыз керек. Бұл бізде X қосылған Y қосылған Z 10 қосылған 4 қосылған 2 ол бізде 16-ға тең болады. Төртінші есеп. Қай текшенің жазбасы көрсетілген? Бізде жазба көрсетілген, осы бізде қай текшеге сәйкес келеді дейді. Екінші текшенің жазбасы көрсетілген. Бізде екінші текшеге сәйкес келеді. Бесінші есеп. Өрнектер жазып есептерді шығар. Нұсқасы. Балалар жолда 9 бас қатырғаны шешіп, 12 теңдеу және 6 есеп шығарды. Балалар барлығы неше тапсырма орындады? Бас қатырғы 9, теңдеу 12, есеп 6. Барлығы қанша? 9 қосылған 12 қосылған 6 бізде 27-ге тең болады. Жауабы: балалар барлығы 27 тапсырма орындады. Нұсқасы. Математикалық турнирге әр қайсысында 4 баладан 6 команда қатысты. Турнирге барлығы неше бала қатысты? Қатысты 6 команда, әр қайсысында 4 баладан барлығы қанша бала? Барлығы қанша бала? 6-ны 4-ге көбейтеміз, 24-ке тең болады. Жауабы: турнирге барлығы 24 бала қатысты. Бұл нұсқасы. Оқушы есептерді шығаруға 10 минут, ал 4 теңдеудің әр қайсысын шешуге 2 минуттан жұмсады. Оқушы тапсырмаларды орындауға барлығы қанша уақыт жұмсады? Есептерге 10 минут жұмсады, 4 теңдеуге 2 минуттан жұмсады. Барлығы қанша минут? 4 2 8 болады, 10-ға 8 қосқанда 18 шығады. Жауабы: оқушы тапсырмаларды орындауға барлығы 18 минут уақыт жұмсады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан.
келесі сабақта кездескенше.